Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін 2 ғана заттан тұратын осындай 2 түрлі балмұздақ дайындаймыз. Бұл дүкеннің балмұздағынан да дәмді, әрі құрамында ешқандай зиянды заттары болмайды. Алдымен 33% сливки аламыз. Мен 700-800 грамм қостым. Миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне сгущенка қосамыз. Мен 1 банкасын қостым. Осылай қоюланғанша араластырамыз. Енді шоколадты алып, осылай бөліктерге бөліп, микроволновкада ертіп аламыз. Мен Қазақстан шоколадын алдым, сіздер басқа шоколад қолдансаңыздар да болады. Міне осылай ертіп алдым. Қазір балмұздақтың жарты бөлігіне қосатын боламын. 1 литрлік 2 контейнер алып, дайын болған балмұздағымызды осылай бөліп, құйып шықтым. Бір бөлігіне жаңағы ерітілген шоколадты қосып, араластырып аламыз. Яғни бұл шоколадты балмұздақ болады. Енді бетін жауып мұздатқышқа қоямыз. Мен 2-3 сағатқа қойдым. Енді балмұздағымызды алып, ыдысымызға саламыз. Міне балмұздақтарымыз дайын, осындай өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.